Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз мәтін және оның бөлімдері. Жалпы мәтін дегеніміз не? Мәтінде белгілі бір ойды білдіретін, мағыналық жағынан өзара байланысқан бірнеше сөйлемдерден құралған тілдік бірлік. Мәтін бір тақырыпта құрылады, ойды толық жеткізеді және мәтіндегі сөйлемдер өздерімен рет-ретімен байланысады. Мәтін не екенін толығырақ түсініп алу үшін оқушылар видеоматериал көріп алайық. Мәтіннің тақырыбы және негізгі ой болады. Мәтіннің тақырыбы дегеніміз не? Атайып тұрғандай, тақырып ол мәтін не туралы екенін білдіреді, яғни мәтінді ашады. Бір сөзбен немесе қысқа сөйлеммен беріледі және де мәтіннің негізгі арқауы болып табылатын осы тақырып болып табылады. Мысалы, жаз, ана, туған жер деген секілді әртүрлі тақырыптарда мәтіндер өте көп. Мәтіннің негізгі ой болады. Жалпы негізгі ой дегеніміз мәтін арқылы автордың оқырманға, маған, оқушылар сіздерге жеткізгісі келген басты пікірі болып табылады, жеткізгісі келген ойы. Негізгі ой барлық мәтінде болады және де оның тәрбиелік мәні болады. Мысалы, ана туралы мәтінде негізгі ой ананы сыйлау, құрметтеу болуы мүмкін. Ал туған жер туралы мәтінде негізгі ой туған жерді құрметтеу, оны таза ұстау болуы мүмкін. Ендеше, осы мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын толықтай түсініп алу үшін біз кітаптағы тапсырманы орындайық. Кітапта берілген тапсырма, 9-шы тапсырма, мәтінді оқып шық дейді. Уәде қасиетті серт. Сыныптасым Айгүл екеуміз жалғыз тұратын Әсел әжейге көмектесуді ұйғардық. Үйді жинап, дүкеннен керек жарақтарын әкеліп бердік. Ол кісі бізге риза болып батасын берді. Өзімен бірге шай ішуімізді өтінді. Біздер сыныптастарымызға киноға баруға уәде беріп қойғанымызды айттық. Әсел әжей, дұрыс қарақтарым, уәде қасиетті серт. Уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады деді. Осы тапсырманың астында бірнеше сұрақтар бар екен, соларға жауап берейік, тауып көрейік сол сұрақтардың жауабын. Бірінші сұрақ, мәтіндегі негізгі ой мен тақырыптың не туралы екенін анықта дейді. Мәтіндегі негізгі ой не? Жаңа айтып кеткеніміздей, мәтіндегі негізгі ой ол тақырыпты ашады, я. Бұл жердегі негізгі ой уәде туралы, я. Уәде деген қасиетті серт екенін, оны ұстану қажет екенін бізге айтқысы келіп тұр автор. Ал мәтіннің тақырыбы ол бізде уәде қасиетті серт. Әжейдің жауабын қайталап оқы, осы жауапта екі нақыл сөз бар, соны тауып көшіріп жаз дейді. Әжейдің жауабы мынандай екен. Дұрыс, қарақтарым, уәде қасиетті серт. Уәделеріңде тұрсаңдар, қадірлерің артады деген Әсел әжейдің сөзі. Бұл жерде екі нақыл сөз бар. Оны тауып көрейік. Бірінші нақыл сөз уәде қасиетті серт дейді. Екінші нақыл сөз ол уәдеде тұрсаңдар, қадірлерің артады деп тұр. Яғни уәденің қасиетті серт екенін, оны әрқашанда ұстанып жүру керектігін бізге айтқысы келіп тұрған осы екі нақыл сөз бар екен осы мәтінде. Келесі бізде түсініп алдық деп ойлаймын осы екі ойды. Мәтіннің құрылымы. Жалпы мәтіннің өзінің белгілі бір құрылымы болады. Ол бізде 3 бөліктен тұрады. Кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды. Осылардың әрқайсысына тоқталайық, оқушылар түсініп өтейік. Мәтіннің кіріспесі деп отырғанымыз ең басы болып табылады. Бұл жерде мәтін неден басталатыны, не туралы айтылатыны айтылады. Мысалға келтіретін болсақ, ауыл туралы мәтіндегі кіріспе бөлім, біздің ауыл өте әдемі, онда биік таулар бар. Осы бізде басында айтылатын екі сөйлем болып кетеді, яғни кіріспе бөлімі. Мәтіннің негізгі бөлімі деп отырғанымыз ең басты ой айтылады бұл бөлімде, яғни оқиғаның ортасы. Мысалы, жаңағы мәтінде ауыл туралы. Ауылда өзен ағып жатыр, балалар жазда сол өзенде шомылады. Бұл бізде мәтіннің негізгі бөлімі болып табылады. Енді мәтіннің қорытынды бөлімі. Қорытынды дегеніміз ең соңы, ең түйінді жері. Мұнда мәтін толықтай аяқталады. Оқиға түйінделіп, негізгі ой қорытылады. Мысалға,
Сондықтан мен ауылымды қатты жақсы көремін. Осылай біз ауыл туралы шағын мәтінді аяқтадық десек болады. Мәтіннің құрылымдық бөлімдерін толықтай түсініп алу үшін біз кітаптағы мына тапсырманы орындап көрейік. Бұл бізде 11-ші тапсырма екен. Мәтінді оқы, жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықта дейді. Жоспар: көңілсіз суреттер, жан біткен суреттер дейді. Мәтінді оқып шығайық. Меруерт табиғат көрінісін салмақшы болып, қара қарындашын алды. Салған суреттері бір түрлі көңілсіз, солғын болып шықты. Бір кезде қолына түрлі түсті қарындаштарды алды. Аспанды қара бұлт торлады. Шатыр-шұтыр сары найзағай ойнады. Аспаннан көк тамшылар төбе берді. Жерді ақ түсті шалшық сулар пайда болды. Осының астындағы сұрақтарды көрейік. Мәтінде неше бөлік бар? Олар мәтіннің қай бөліктері, қай бөлік берілмеген дейді. Қарап тұрғанымыздай мәтін 2 абзацтан тұрады, яғни 2 бөлімнен. Сонда мәтінде бірінші бөлімі бізде кіріспе бөлімі болып табылады. Өйткені онда оқиғаның басталуы айтылып тұр. Ал екінші абзацта бізде мәтіннің негізгі ойы айтылып тұр. Себебі бұл жерде оқиға, қыздың қалай сурет салғаны, қалай түрлі түсті қарындаш алып, суретті бояғаны айтылып тұр. Яғни негізгі ойды айтылып тұр. Бұл мәтінде бізде қандай бөлім жоқ? Қорытынды бөлім жоқ. Дұрыс, қорытынды бөлім жоқ. Қорытынды бөлім дегеніміз ең соңы мәтінді қорытындылайды. Мәтіннің соңғы бөлігін өзің тауып айтып көр дейді. Мәтіннің соңғы бөлімінде қыз өзінің суретін аяқтап, өз ата-анасына көрсетті немесе ұстазына көрсетті деп аяқтасақ мәтінді болады. Сурет пен мәтіннің арасында байланыс бар ма? Бар болса дәлелде дейді. Сурет пен мәтіннің арасында балалар байланыс әрине де бар, иә. Оны қалай дәлелдейміз? Суретте қыз берілген. Бұл қыздың аты мәтінде берілгенде Меруерт. Меруерт бізде сурет салып жатыр. Қандай сурет? Табиғат көрінісін салып жатыр. Басында сурет көңілсіз сурет болып тұрады, себебі түрлі түсті қарындаштармен боялмаған. Кейін Меруерт қолына түрлі түсті қарындаштарын алып, суретті бояйды. Суретке жан біткендей болады. Сурет көңілденеді, иә? Түрлі түсті қаламмен өткені сурет боялды. Мәтіннің ерекшеліктерін талқылайық. Мәтіннің ерекшеліктері бір тақырыпта құралуы мүмкін, ой жүйелі беріледі, сөйлемдер байланыста болады, негізгі ойға жетелейді. Сөйлемдер бір-бірімен байланысады, байланыссыз сөйлемдермен мәтін құрылмайды балалар. Енді осы мәтіннің маңызын айтайық. Мәтіннің бізге беретін маңызы өте зор оқушылар. Ол бізде ойлау қабілетін дамытады, сауатты сөйлеуге, сауатты жазуға, сауатты оқуға, яғни қатесіз жазып, қатесіз оқуға үйретеді. Қоршаған орта туралы бізге көп білім береді. Жаңағы мәтіндерден біз неше түрлі ақпараттарды алдық. Табиғат туралы ақпараттарды алдық, иә? Және де осы мәтіндердің тәрбиелік мәні зор. Көп мәтін оқысақ, біз білімді боламыз оқушылар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.